Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Жарылғапова Жанна Калибаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тың жерлерді игерудің экономикалық, экологиялық, демографиялық салдары. Сабағымыздың зерттеу сұрағы қазақ КСР-індегі тың эпопеясының нәтижелері мен салдары қандай? Сабағымыздың оқу мақсаты тың жерлерді игерудің экономикалық, экологиялық, демографиялық өзгерістердің салдарын анықтау, тың жерлерді игерудің экономикалық, экологиялық, демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау. Тың жер табиғи күйінде құнарлығы сақталып тұрған, ғасырлар бойы жыртылмаған жерлер. Тың жерлер топырағының құрылымында қарашірік қабаты қалың, өсімдікке қажетті қоректік заттар мол болады. Тыңайған жер ұзақ уақыт бойы өңделмеген, жыртылмаған жер. Мұндай қайта құрулар ауыл шаруашылығының дамуына әсерін тигізбеді. Оның материалдық техникалық тұрғыда жабдықталуында тұрақтылық болмады. 1954 жыл 20 ақпан 2 наурыз аралығында Компартия орталық комитетінің кезекті пленумы болып өтті. Онда елде астық өндіруді ұлғайту мен тың және тыңайған жерлерді игеру туралы қаулы қабылданды. Жалпы астық мәселесін шешудің екі бағыты болды. Интенсивтік бағыт экономиканы реттеуде нарықтық қатынасқа көшу. Экстенсивтік бағыт, яғни астық өнімін тың жерлерді игеру арқылы арттыру жолы. Сондықтан да азық-түлік мәселесін шешуде кеңес үкіметі осы екінші жолды таңдады. Тың игеру саясатының экономикалық жағынан жағымды нәтижелерін ерекше атап көрсетуге болады. Тың жерлерді игеру барысында Қазақстан ірі астық базасына айналып, Ленин орденімен марапатталды. Аймақтағы барлық дәнді дақылдар алқабы 4 еседен аса өсті. Осы жылдары астық даярлау көлемі жағынан солтүстік Қазақстан тек Украина мен Батыс Сібірден қалып қойды. Тың жерлерді игеру және ауыл шаруашылығына қаржы салу жаңа қалалардың пайда болуына, ескі қалалар мен селолардың гүлденуіне ықпал етті. Қазақстан жоғары сапалы астық шығарушы ел ретінде әлемдік нарыққа шықты. КСР-ның бұрынғы республикалары ішінде мұндай мүмкіндікке тек Қазақстан ие болды. Балалар, неге біздің елтаңбада және туымызда бидай символы бейнеленген? Дұрыс айтасыздар балалар. Еліміздің туындағы күн шапағы дәулеттілік пен бақуаттылықтың символы алтын масақ пішінде берілген. Балалар, бүгінгі сабағымызда орындалатын тапсырмаларды балдық жүйе бойынша бағалап отырыңыздар. Балалар, түртіп алу әдісі бойынша мәтінмен жұмыс жасаймыз. Түртіп алу әдісі бойынша сіздерге тың жерлерді игерудің экономикалық нәтижелері, тың жерлерді игерудің демографиялық салдары және олардың Қазақстан халқының ұлттық құрылымына әсері атты мәтіндер беріліп отыр. Берілген мәтінді түртіп алу әдісін пайдаланып танысып шығыңыздар. Білемін, жаңа мәлімет, білмеймін сұрақтауды кестесі бойынша жұмыс жасаңыздар. Бірінші тапсырма – Вен диаграммасы. Столыпиннің реформасы мен тың жерлерді игерудің айырмашылығы мен ұқсастықтарын жазасыздар. Столыпиннің реформасы 1906-1926 жылдар аралығын қамтиды. Тың игеру 1954-1960 жылдар аралығын қамтиды. Тапсырманың дескрипторы Столыпиннің реформасы мен тың игерудің айырмашылығын жазасыздар. Столыпиннің реформасы мен тың игерудің ұқсастығын жазасыздар. Балалар, Вен диаграммасы тапсырмасын орындап болса, дұрыс жауаппен өздеріңізді тексеріңіздер. Екінші тапсырма. Тың игерудің экологиялық және демографиялық зардабын SWOT әдісі арқылы талдап, қорытынды жасайсыздар. Тапсырманың дескрипторы тың игерудің экологиялық және демографиялық салдарының жағымды және жағымсыз жағын талдайсыздар. Тың игерудің мүмкіндіктерін бағалайсыздар. Тың игерудің қауіпті жағын анықтайсыздар. Тың игерудің экологиялық және демографиялық зардабын SWOT әдісі арқылы талдап, қорытынды жасап болсаңыздар, дұрыс жауаппен өздеріңізді тексеріңіздер. Ал енді бізде балалар келесі тапсырма пікірталас, ақпаратты іздестіру негізінде қосымша жұмыс жасаймыз. Тың игерудің Қазақстан экономикасына пайдасы көп пе немесе зияны көп пе деген тақырыпта ойымызды ортаға саламыз.
Балалар, қазіргі уақытта еліміздің солтүстік өңірлерінде осы аталған сала бойынша туындаған мәселелер бар деп ойлайсыздар ма? Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Қазіргі уақытта еліміздің солтүстік өңірлерінде осы аталған сала бойынша туындаған мәселелер бар. Солтүстік аймақтың орыстанып кетуі. Бүгінгі сабақ бойынша сабақта қарастырылған мәселелердің сіздер үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыздар? Кері байланыс береміз. Балалар, оқу тапсырмасы тың жерлерді игеру тақырыбы бойынша сұрақтар құрастыру.